Қайырлы күн әріптестер. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы сандық технологиялар мен компьютерлік графиканы оқу процесіне енгізу. Яғни қазіргі таңда бізде заман дамып келе жатыр. Біз дәстүрлі оқытуды тоқтатып, сабағымызға сандық технологияларды, компьютерлік графиканы оқу процесіне енгізуіміз қажет. Оқыту барысында оқушыңыз идеяны алдымен қағазға сызады ма, әлде компьютерде модельдей алады ма? Көп жағдайда мұғалімдер негізі оқушыларға тапсырма идея берген уақытта оларды қағазға сыздырады. Ал одан кейін олар сол жасаған өнімін ары қарай компьютерде модельдей алады ма? Бүгінгі оқушы тек орындаушы емес, ол цифрлық дизайнер. Көркем еңбек сабағында сіз оқушыға идеясын тек қана қағазда ғана сыздырып қоймай, оны цифрлық технологияларға салу арқылы одан әрі дамытып 2D, 3D форматында сол өнімді жасатқыза аласыздар. Цифрлық технология деген не? Цифрлық технология ақпаратты жасау, өңдеу, сақтау, көрсету үшін қолданылатын құралдардың жүйесі болып табылады. Яғни бағана айтып кеткеніміздей, бірінші оқушы идеяны жүзеге асыру барысында оны жасайды, қай жер қажет, қай жер керек емес деген секілді оны өңдеп шығарады, соңында сақтап, басқа оқушыларға, мұғаліміне көрсетеді. Осы кезеңде оқушылар сандық технологияны қолданса болады. Көркем еңбекте сандық технологияның берер пайдасы, яғни идеяны визуализациялау көмектеседі, яғни визуализациялау құралы болып табылады. Компьютерлік графика ұғымы. Компьютерлік графика, яғни компьютер арқылы сурет, дизайн, модель жасау процесі. Компьютерлік графика түрлері негізі екі топқа бөлінеді. Біріншісі 2D графика болатын болса, екінші бөлігі 3D графика. Енді әрқайсының артықшылықтарына тоқталып кетейік. Яғни 2D графика дегеніміз не? 3D графика дегеніміз не? 2D графика тек ені мен биіктігі бар, яғни жазықтықта орналасқан кескіндер. Оқушылар қолдарына қағаз бен қалам алып, сурет салу, яғни оны 2D графикаға жатқыза аламыз. Ол жасаған өнімін тек қана жазықтық барысында суреттеу арқылы көрсете алады. Ерекшеліктері, тереңдік бұл жерде болмайды. Яғни біз оның тек қана ені мен биіктігін есептейміз, ал тереңдігін есептей алмаймыз, көрсете алмаймыз. Қарапайым әрі тез өңделеді. Бұны жасау қарапайым және де қолданыста жасау, көрсету бұл тез өңделу болып табылады. Көбіне жазық бейнелер. Яғни әрбір оқушының салған өнімдерінің бәрін осы 2D графикаға жатқыза аламыз. Жазық бейнеде орналасқан. Аз ресурстарды талап етеді. Яғни бұл жерде көбінесе парақ, қалам және де түрлі түсті қаламдарды қолдану арқылы жасай аламыз. Көбінесе 2D графикамен біз нені көрсетеміз? Ол логотиптерді жасауға, иллюстрацияларды, веб-дизайнды және мультфильмдер. Мысалға, Том and Джерри стиліндегі жұмыстарды қолдана алады. 2D графиканың түрлеріне тоқталып кетейік. 2D графика бізде екі топқа бөлінеді. Біріншісі растрлық графика, екіншісі векторлық графика. Енді әрқайсының ерекшеліктерін айта кететін болсақ, растрлық графикаға біз пиксельдерден, кішкентай нүктелерден тұратын графиканы жатқыза аламыз. Яғни бұл жерде көбінесе байқайтын болсаңыздар, экранда сурет тұрады, яғни оны үлкейтсек, бізде сапасы төмендейді. Бұндай графикаларды біз растрлық графика деп айтамыз. Ал векторлық графика бұл геометриялық пішіндерден, сызық, шеңберден құралады. Яғни бұл жерде оны үлкейткен жағдайда да сапасы мүлдем төмендемейді. Әрбір графикаға мысалдарды келтіре кетейін. Біріншісі растрлық графиканың мысалдары фото, скриншоттар. Біз әрқашанда телефонымызда скриншот жасаймыз, оны біз жақындатқан үлкейткен кезде көбінесе оның сапасы төмендеп бастайды. Ал векторлық графиканың мысалдарына келетін болсақ, логотип. Яғни логотип жасау барысында біз көбінесе бағана жоғарыда атап өткендей геометриялық пішіндер, сызық, шеңбер, төртбұрыш, үшбұрыш деген секілді
пішіндерді қолданамыз. Яғни оны жақындатсақ та, алыстатсақ та бізде бұл графиканың сапасы төмендемейді. Бұл жерге логотип және иконка жатады. Осы графиканы қолданатын бағдарламаларға тоқталып кететін болсақ, растрлық графикаға Adobe Photoshop жатады және де GIMP. Ал векторлық графикаға бізде Corel Draw және Adobe Illustrator жатады. 2D графиканың негізгі құралдары қарандаш, яғни ол сызуға көмектессе, қылқалам, оны бояуға, өшіргіш, фигуралар, геометриялық пішіндер, яғни дөңгелек, төртбұрыш, шеңбер деген секілді, және түстер палитрасы. 2D графиканы қолдану, бізде көп жағдайда оны кітап, журналдарда қолданамыз, кітап, журнал иллюстрациялары, комикстерде, жарнамалық баннерлерде, веб-сайт дизайнында, мобильді қосымшалар интерфейсінде қолданады екенбіз. Енді 3D графикаға тоқталып кететін болсақ, бұл жерде 2D графиканың айырмашылығы, яғни ені, биіктігі және тереңдігі бар болып табылады. Яғни кеңістікте орналасқан объектілерді жатқызамыз. Бейне ойындар, фильмдер, архитектура және дизайн жасауда қолданылады. Ерекшеліктеріне тоқтала кетсек, нақты өмірге жақын көрініс. Жарық, көлеңке, текстура қолданылады. Камера бұрышын өзгертуге болады. Көп есептеу қуатын қажет етеді. Сіз 3D графикте жасалған пішіндерді көретін болсаңыз, сізге онымен жұмыс жасауда ыңғайлы және де қолдануда ыңғайлы. Негізгі кезеңдері бізде модельдеу, текстуралау, жарықтандыру және рендеринг болып табылады. 3D графика бағдарламалары бізде Blender, Autodesk Maya, 3ds Max. 3D графиканы қолданылуы компьютерлік ойындар, мультфильмдер, мысалы Pixar стиліне, кинодағы арнайы эффектілер, архитектура, үй жобалау, медицина 3D модельдері. Негізі бұлай айтып қарасақ та болады, бізде көбінесе киноға барсақ та 3D кинолар болады ғой. Яғни оны көрудегі ерекшелік сезім басқаша. 2D графикада жасалынған мультфильмдерді көру басқаша. Яғни адамға басқаша ерекшелік, басқаша сезім береді. Сол секілді оқушылар 2D графикадан 3D графикада жұмыс жасау барысында олардың қызығушылығы артады. Және де басқа да материалдармен, басқа да бағдарламалармен жұмыс жасау дамиды. Және де одан әрі өздерін сол салада шыңдауға көмектеседі. Айырмашылықтарына тоқтала кететін болсақ, 2D 3D графиканың қасиеті өлшемі, яғни 2D графикада біз ені мен биіктігін аламыз, ал 3D графикада ені, биіктігі және тереңдігі көрсетіледі. Көрінісі 2D графикада жазық дегеніміз жай ғана парақтағы суретті көрсете аламыз. Ал 3D графикада, яғни ол көлемді. Өз көзімізбен көріп жатқандай, оны былай егер де смартфон арқылы көретін болсақ, жан жағынан, төбесінен, астынан, жанынан көре аламыз. Жасалу қиындығы. 2D графика әрине ол оңай, және де көптеген уақыт кетпейді, көптеген қабілетті қажет етпейді. Ал 3D графикамен жасалынған сурет ол күрделі, бірнеше уақытты талап етеді, біліктілікті талап етеді. Қолданылу саласы сурет дизайнда қолдансақ, 3D графикасын біз анимация ойындарда қолданады екенбіз. Және де бұл жерде мұғалімнің рөлі тағы да дәстүрлі оқыту барысында түсіндіреді, бақылайды. Ал жобалық барысында бағыттайды, сұрақ қояды, қолдайды. Бағана айтып өткендей, оқушының қызығушылығын арттыру арқылы мұғалім бағыттайды. Яғни қандай материалмен жасасаң болады, қалай жасасақ біз бұның сапасын арттыра аламыз деген секілді сұрақ қою арқылы оқушыны дұрыс бағыт береді. Бұл жерде де мұғалімнің рөлі фасилитатор болып табылады. Жоба мысалдарына тоқтала кететін болсақ, менің қиялымдағы нысан 2D және 3D форматы. Мына жерде суретте көріп отқандарыңыздай, 2D форматында кішкене суреттің сапасы төмендеу, адамдың қызығушылығын бірден арттырмайды. Ал 3D графикада жасалған сурет бұл мына жерде кейіпкерді көрсетіп отыр.
бұл шынайы өмірде болып жатқандай, көріп жатсаңыздар да, жасаған кезде де өте қызықты, қызығушылықты арттырады. Қадамдары: идея, объект таңдау, 2D және 3D форматын анықтау, промпт сипаттама жазу. Дұрыс промпт жазу, яғни ол сапалы дүниені жасап шығу деп табылады. Визуал жасау, нейрожелі құрал арқылы нәтижені салыстыру және талдау. Соңында қорытынды ұсыну. Осымен біз сіздерге 2D графика және 3D графиканы сабақ барысында қалай қолдану қажет, қандай жобаларды мысалға келтіріп жасауға болады, оқушының қызығушылығын қалай арттыру керек деген секілді сұрақтарға жауап беріп кеттік. Сабақ барысында осы графикаларды қолдану арқылы оқушының қызығушылығын арттырады деп ойлаймыз. Сабақты назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.